Ассаламу алейкум, урметлі сәрджелер. Бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін сентябрьнің бірі Жума әртесі күні бүгін Украинада білгі күні қайдетілі. Бу hafta ise Солсберидегі Скрипаль қорантасы зәрләнілмесі нәтижесінде Абайденің Русияге қаршы көрсетілген санкциялары қануни қуветіні ала. Бұның ақында Абайденің федераль темсілжілігінің сайтында ерлештірілген весиқада денілі, бұл санкциялары Русияге әжеле гуманитар ярдымы ве азық тәслиматындан ғайры бұтын тұш ярдымларыны ясақ еті. Бұның еле силя сатылуыны ве силя келешмелеріне пара берілуінің есақланылмасыны көзде тұта. Бұндан ғайры санкциялары Русияге милителікесізлік критерии бойынша Америка дәрежелеріне зареті алтында олған мал ве технологияларының ихраджыны ясақ еті. Егер Русия елеріде химиеви силя құланмажыға қында кефалет бермесе, ноябрьде санкцияларының екінші қысмы әмелге кечежек. Лондра Русияны Бүйік Британия территориясында бұсене март айында химиеви селянын құлануында қабатлады. Мартның дортынды Солсбери шәрінің мерkezінде сабық Русия қафеежесі Сергей Скрипаль қызы еле эссіз тапылған еді. Екемлер оларының аятларыны құртары болды. Олар Русияда япылған новичок чешетінің сынырлы паралич мадесі еле зерленгенлеріні тақиқатшылар белгеледі. Бүйік Британияның территориясында химиеви селя құланғаны үшін Лондон Москваны қабатлады ве 23 Русия дипломатыны кері еллады. Бүйік Британияға 28 мемлекет қол тұтты. Епі солып кері 150 Русия дипломаты кері еланылды. Шу жүмледен он уч дипломатны Украина еберді. Сентябрьде Бірлешкен Милетлер Тешкелетінің баш ассамблеясы отырышында Украина делегациясы Донбасстаки вазиет ве Қырымның әскерелештірілуі ақында резолюцияны тақдим етежек. Мұның ақында Киевда матбуат конференциясы вақтында БМТД Украинаның даими темсілжесі Владимир Ельченко білдірді. Весиқаның тәфсилатлары ақында малюмат бермеді, амма Русия үшін бұл әрекетлер бекленілмеген бақшыш олажағыны қайдетті. Бұның еле Бірлешкен Милетлер Тешкелетінің баш ассамблеясы сонки 3 ел ішінде Қырымдаки вазиятның тәртіплішівіне дайыр бір есабат азырлайжақ. До цього це була доповідь. Bundan ogune Birleşme Milletler Teşkilatı'nın insan hakları boyunca yukarı komisarının maruzası edi. Şimdi ise bu meseleni general katibi seviyesinde kadar götüremiz. Menimce böyle esabat Birleşme Milletler Teşkilatı ve bütün dünya topluluğu için de faydalı olur. Tekrar olğan şeyler hakkında bilsinler dep. Иловайск живарында Украина аскерлері өлдірілгені үшін Путинны жазаламақ. Более талабынен халқара топлулығына украинлер мұражат етті. Бүгін олар Киевдегі Русия елшілігі янында акцияларны кечереді. 300-ге қадар адам дипломатик муассисенің огундaki yolunu қапатты ве ташыт yolunda Иловайск живарында әлі колған аскерлерінің фоторесімлерінен хаджылар тіклеп қойды. Айрыжы фалер елшілікке Русияда тұтылған Украин сейсима бүслеріні азат етмеге режасынен мектупны бермеге тұрышты. Аманда оларға рет етерек ве мектупны почта вастасынен йоламаға теклиф еттілер. Звертаємося до всього світу. Бүтін дүнияға мұражат етеміз. Русия кеметі ос әрекетлері үшін жауап чеккені істейміз. Біз резолюция азырладық. Олар халқара месулиетке чекелгенін істейміз. Путин Гаагада махкемеленгенін істейміз. Украин фали Ольга Павленко дайресінде тынтув правый секторнен алақасы олғанында шекленгені үшін кечірілді. Бұның ақында Қырым ақиқат хабер еті. Озы Ольга она қол тұтмаға келген фалерге айты бергеніне көре, Русия Федерациясының ФСБ хадимлері саба саат 6:30 қапыны қақты. Олар техники хизметлерінің хадимлері оларақ озыны тақдим етті ве Ольга санки қомшыларыны су вастында қалдырғаны ақында айттылар. Павленко адвокатынен бағланған вақытында ФСБ хадимлері қапысыны парламаға башладылар. Ич бір весиқа көстермейіп, тынтув кечірмеге махкеме қарары олғанында исрар әттілер. Хадимлер озыны таныштырмады дайреге адвокатнен берабер кірділер. Они просто начали все вот расшвыривать там.
Әршені фырлатмақ башладылар, тутуп алынды. Шатлық әтмек үшін мана тақиқат комитетіне кечімеге керек олacak. Bir yarım saat evvel çıkan advokat şimdilik bir türlü qabatlавлар olmağını hakkında bildirdi. Ama Mescidinin Kyiv rayon mahkemesinin evvel alınған kararı var. Ona göre Kırım hakemleri ve FSB hadimleri adına tehlike hakkında malumat olğanı sebebinden taqqiqat hareketlerini geçirmege mümkün. Bu yıl aprel ayında Kırım'daki Ukrayn Medeniyet Merkezi'nin faalleri Olena Popova ve Olga Pavlenka'na Mescidinin Rusya prokurorunun uyken yardımcısı Alexey Puchkov subet geçirmege çağırgan edi. Prokuratura Hadima Merkezi'nin işi ve Krimskiy Teren gazetasının yaşarının meraklangan. Faler ozu ve yakınlarına karşı şatlıq bermege hakkında faydalangan. Belgisiz gayip olған kırmızılarını tapmaq böyle talaplarının Kiyev'de Rus elçiligi binası yanında yüzlerce adamlar bu haftada toplaştı. Yaramadanın ilhaqı vaxtından 44 Kırım tatarı kanunsuz yakalanıldı da 15 kişinin takdiri belgisiz kala. Faler bina yanına gayip olğanlarının şahsi şeylerini getirdiler. Böyle aksiyalar endi bir kaç yıl devamında geçirili. Bugünkisi 26. oldu. Бүгінде Русияның әрекетлері Қырым татар халқының ақиқи этник yok етілуідір. Мақсатлы басқыншы әрекетлер Қырым татар халқының өз evlerini, vatanını Қырымны терк етіп кетмеге doğruluqtan. АБД Русияны азақ денізінден ve Кереч боғазында тазйығаны тақтатмаға чағырды. Бұның ақында АБД Дәулет департаменті ресми темселжісі Хезерін Ауэртның бейанатында айтыла. Оның сөзлеріне көре, апрель айындан Русия yüzlerce ticaret gemilerini тоқтата. Соңғы haftaları içinde ise Ukrayna limanlarına yol tutkan en azı 16 gemini tuttu. Devlet departamentinde bildirdiler. Rusiyanın deniz tranzitine maniyaları bu Ukraynada vaziyetini stabilisizleşivi uğrundaki Rusiya seferinin da bir misali. Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti malumatına göre Rusiya azaq denizinde Ukrayna limanlarına yol tutkan 150 ziyade gemini tutup aldı. Rusiya tarafı Kereç boğazından geçmege ruhsatını çok vakit devamında beri. Aynı bu sebepten gemiler gecelerinin ve kunlerini beklemege mecbur kalalar. Avrupa Birliği'nde Rusya'nı Oleg Sentsov'nu acele azat etmege çağırdılar. Bunun hakkında OBSE'de deyimi Avrupa Birliği vekilliğinin Twitter sayfasında haber etili. Beyanatta Kırım sakini Rusya'nın bütün siyasi mabuslerini azat etmek talabının müddetsiz açlığını ilan etken edi. Oleg Sentsov 111 gün açlığını tuta. Oleg Sentsov Rusiya maxsus hizmetlerinin vekilleri tarafından Kırım'da 2014 senesinin Mayıs'ında Yarımada'da teröristik aktlar hazırlağanında qabatlanıp yakalanıldı. 2015 senesinin Avgust ayında Rostov-na-Donu şehrindeki Şimali Kafkas okrugının Arbi Mahkemesi Sentsov'nu Kırım teritoriyasındaki teröristik faaliyette qabatlap 20 yıl sert rejimli koloniya cezasına mahkum etti. Bundan son o bütün siyasi mabuslarını azat etmek talabının Mayıs'nın 14'ünde müddetsiz açlığını ilan etti. Kyiv civarındaki Vita Pochtova bazasında tez hareket etuf korpusu askerlerinin geçken gün mezuniyeti geçti. Okutu 8 hafta devam etti. İmtihanlarını 41 askerden 26'sı tapşırdı. Askerlerinin ilk kabul etülüvü 3 yıl evvel geçirildi. Bu maxsus vazifeli bölükte hizmet etmege istegenlerinin episi olup 7000'den ziyade rizası verildi. Bugün de okutuvdan 500'den ziyade asker geçti. Tez hareket etuf korpusu yüksek seviyede fevkulade vaziyetlerini aletken Ukrayna Milli Polisinin bölügüdür. Bugün Ukrayna'nın episi vilayetlerinde böyle bölükler çalışa. Bu tek yalnız pek керек olğanda kullanılğa bölüktür. O хирургның скальпелі кибыдыр. Мақсус вазифели хадимлер hukuk bozanlarını yeterli derecede semereli zararsızlaştıra. Olar qarını kibi ande ala.
Урметлі серджелері, бу дақиқаға бу сунки хаберіміз дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенже.